басты мақсаты қазақ халқын көтеру және тәуелсіздікке итермелеу. Жарайсың. Кәнекей балалар, кім қандай қосылар ол? Кім бар? Алаш партиясы 1947 құрылды. Және де ол 1917 жылы құрылғаннан кейін белгілі бір себептерге аударылды. Ақпан көтерілісінен кейін 1905 жылдың ақпанында қайта жанданды. Оның басты мақсаты Алаш партиясының басты мақсаты Жарайсың. Балаларына алдарыңа бағалау шкаласын бердім, яғни домбыр әдіс дейді. Әр оқушы жауап берген сайын өзінің балын қойып отырады. Түсінікті балалар. 1905 жылы желтоқсанында қандай мәселелер қаралды? Кәнекей балалар кім белсенді боласыз? 1905 жылы желтоқсанда қар қаралып петициясы көтерілді. Ол жерде саяси діни оқу мәселелері көтерілді. Ал балалар, үшінші сұрағымыз. Бірінші бүкіл қазақ съезі қай жылдары болды? Жарайсың. Ал біздің төртінші сұрағымыз. Автономия дегеніміз не? Кәнекей балалар. Қағидалар негізіндегі әрекеттердің құқық Жарайсың. Енді 1917 жылы шілдеде қандай тарихи оқиғалар болды? Кәнекей балалар кім еске түсірсін? Орынборда бірінші жалпы қазақ съезі өтіп, Алаш партиясы құру туралы қабылданды. Ал енді алтыншы сұрағымыз, Алаш партиясының баспасөз органы дейді, Қазақ газеті қандай мәселелерге тоқталды? Кәнекей? Орта мәселеде тоқталды. Жарайсың. Енді жетінші сұрағымыз, Алаш бағдарламасын алып, Жері саясаты ұлттық мүддесін толықтыру мәселесі болды. Енді жетінші сұрағымыз, балалар. Алаш бағдарламасының жобасы қандай? Ең бізде тақырыбымызда балалар. Алаш дейді, осы қазіргі тақырыппен байланысты. Кәнекей кім жауап береді? Алаш бағдарламасының жобасы жер, оқу, діни және де әйел тағдырынан тұрды. Енді балалар біздің жарайсыңдар. Біздің жаңа